10 жылдық орта мектепті бітіргеннен кейін жоғары оқуға орнына түсердің алдында 1 жылға жуық электроэнергетика саласында электромонтер жұмысын атқарып жұмыс істедім. 1999 жылы Мойнақ су электр станциясының жобасының координатор проекті болуына маған ұсыныс түсті. Сонымен 2006 жылы елбасымыз, бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей қолдауымен ШОС программасының негізінде Қытай Халық Республикасының жаңағы су және энергетика үлкен құрылыс компаниясымен шартқа отырдық. Мойнақ су электр станциясының құрылысын бастадық. Сол госкомиссияға өткізіп, проектный мощностьқа шығып, анан кейін барып эксплуатацияға тапсырып бердік. Сонымен бас мердігер австрийско-германская компания Андрес Гидро және Шардара су электр станциясының ұжымымен бірлесіп бәріміз 2020 жылға дейін толық модернизацияны аяқтап, проектный мощностьке шығып, эксплуатацияға өткізіп, сонымен 2020 жылы мені осы Нұр-Сұлтан қаласына Самұрық энергияға жұмысқа шақырды. Еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанымызда энергетика саласында қарқынды дамуда жаңа жобалар іске қосылып жатыр. Солардың бірі Мойнақ су электр станциясы, жаңа айтып өткендей, жобалық қуаты 300 мегаватт, орташа есептегенде жылына 1 миллиард 27 миллион киловатт сағатына электроэнергия өндіріп жатыр. Қазіргі таңда Мойнақ су электр станциясы бүкіл Қазақстан емес, Орта Азияда аналогы жоқ станциялардың бірі. Ал Шардара су электр станциясына келетін болсақ, попутный выработка электроэнергия дейміз. Соған до модернизация 100 мегаватт электроэнергия өндірген. Модернизациядан кейін жаңа технологиялар арқылы 26 мегаваттқа электроэнергияның выработкасын өсірдік. Қазіргі таңда Ерментау жел электростанциясының құрылысын жүргізіп жатырмыз. Осы энергетика саласында жүргеніме 22 жыл болады биыл. Кішкене ғана болса да үлес қосып келе жатырмыз. Әлі де үлес қосамыз ба деген ойымыз бар. Енді өздеріңіз білесіңіздер, энергетика саласы үлкен жанұя. Осы саладағы ардагер энергетиктерімізді, әріптестерімізді және бүкіл Алаш еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына құттықтаймын. Энергетика саламыз дами берсін, мерекелеріміз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жастарымыз болашағы жарқын болсын, еліміздің шаңырағында шамдарымыз сөнбесін.